Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Аружан. Мен бүгін сіздермен өзіміз күнделікті дайындайтын панкейктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің каналымдағы рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Панкейк жасау үшін бізге жұмыртқа, қант, қамыр қопсытқыш, сары май, жылы сүт және де міндетті түрде електен өткізілген ұнымыз қажет болады. Алдымен бөлек ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, әппақ көпіршік болғанша миксердің көмегімен араластырып дайындап аламыз. Массамыз әппақ көпіршік болып шыққан соң жылы сүттің үстіне құйып дайындаймыз. Мен мұнда сары майды ешқандай ерітпестен пайдаланғанды жөн көрдім. Сары майды салып, тек қана миксердің көмегімен араластырып бөлшектеп аламыз. Осы массаның үстіне құрғақ ингредиенттерімізді, ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды салып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластыра отырып массамызды дайындаймыз. Біздің массадағы ерімеген май қызып тұрған табаға түскенде міндетті түрде еріп, бізге үлкен ауқымды, көлемді панкейкті беретін болады. Сол себепті де мен майды ерітпей салғанды жөн көрдім. Осылайша қызып тұрған табаға панкейкті пісіруді бастаймыз. Әркім өз қалауынша пісірсе болады. Мүмкін сіз аю пішінді немесе дөңгелек пішінді, майда дөңгелек пішінді етіп жасағыңыз келген болар. Осылайша құйып, майының ерігенімен бетінен тесік шыққанын күтіп, екінші бетіне аударамыз. Біздегі сары дақтар майдың ерігенінің белгісі. Екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Панкейктің міндетті түрде дөңгелек болуы ол шарт емес, әркім өз қалауынша пісіріп дайындай алады. Екінші бетінде пісіріп алдық. Осылайша панкейктерінің барлығы дайын болды. Өз қалауыңызша ұсынсаңыз болады. Түрлі жеміс-жидектермен, варенье тосаптармен немесе бананмен ұсынсаңыз болады. Мендегі ешқандай варенье де компотта емес, шиенің бойындағы өзінің тәтті суымен ұсынғанды жөн көрдім. Мендегі рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аружан.